судың адам ағзасына қаншалықты пайдалы екені бізге белгілі. Күн сайын аш қарынға бір стакан таза су ішу керектігін мамандар үнемі айтып келеді. Сондай-ақ суға лимон тілімдерін қосып ішкен дұрыс екені дәлелденген. Лимон тілімдері қосылған суды денсаулық сусыны деп атайды. Ол иммунитетті жақсартуға, ұмытшақтық пен қан аздық сияқты сырқаттардан арылуға көмектеседі. Лимон құрамындағы магний, калий мен С дәрумені жүрек және жүйке жүйесін жақсартады. Қан қысымын қалыпқа келтіреді. Теріге нәр береді. Тырнақ пен шаштың өсуіне әсерін тигізеді. Сондай-ақ артық салмақтан арылтады. Ол үшін күнделікті бір стакан лимон қосылған суды 3 мәрте қабылдау керек. Лимон қосылған қайнатылған жылы су бауыр, өт, бүйрек аурулардың алдын алып, ағзаны зиянды қалдықтардан тазартады. Сонымен қатар бұл сусынның құрамында терідегі дақтарды кетіріп, безеу мен әжімнің түсуіне жол бермейді. Күнделікті таңнан кешке дейін лимон қосылған су жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіріп, бойға күш-қуат пен сергектік береді. Күйзеліс пен көңілсіздіктен арылтады. Жүрегіңіз айнып, майлы тамақ жегеннен кейін құсқыңыз келсе, жарты лимонның шырыны мен жарты шай қасық ас содасын араластырып ішсеңіз, ауруыңыз бірден басылады. Тамағыңыз қатты ауырған кезде лимонның жартысын алып, қабығымен бірге жеңіз. Ашы, бірақ өте пайдалы. Сонымен қатар лимон шырынымен де тамағыңызды шайсаңыз болады. Ол үшін лимонның 1/3 бөлігін алып, сумен араластырып, тамағыңызды сағат сайын шайып тұрыңыз, немесе күніне 3 рет тамағыңызға жағыңыз. Бауырдың қабынуы ауруына шалдықсаңыз, лимон суы немесе шырынын күн сайын міндетті түрде тұтынуыңыз керек. Ол үшін лимонның қабығын ашып 2-ге бөліп, үстіне қайнаған су құйып 12 сағатқа қалдырыңыз. Дайын болған соң бір стақаннан аш қарынға ішуді ұмытпаңыз. Лимонның тағы бір ерекше қасиеті бар. Одан шыққан керемет иісті күн сайын жұту арқылы адамның есте сақтау қабілеті артып, ақыл-ой күші толыса түседі. Егер лимон иісі шығып тұрса, тіпті жұмыста да адамдар қателіктерге аз жол береді. Қышқыл әрі ерекше дәмі бар өсімдік маңайының барлығын тазартады. Сонымен қатар иммунитетті көтеріп түрлі вирустарды жоюда өз пайдасын тигізеді. Лимон жемісі айналасын хош иіске бөлейді. Сондай-ақ депрессиядан шығуға көмектеседі. Мұны білетін мамандар элиталы мейрамханалардың маңайына осы бір өсімдіктің ағашын отырғызады. Келген қонақтар өздерін жайлы сезініп қайтадан бас сұғуға ұмтылады. Уланғанда шырынын жылы суға салып ішсе токсиндерді шығарады. Етеккір қатты келгенде әйелдерге лимон шырынын ішу пайдалы. Көптеген адамдар қан қысымының жоғарылап кетуінен қиналып жатады. Лимон бұл жағдайда да көмекке келеді. Оның иісі қан қысымын түсіруге қабілетті. Сондай-ақ құмырсқа, шаян, маса секілді құрт құмырсқалар да лимон иісі шығып тұрған үйде қалмайды. Осылайша сіз химиялық тазалау дәрілеріне ақша кетірмейсіз. Лимонның құрамында аскорбин қышқылы көп мөлшерде болғандықтан ол қартаюды баяулатады, онкологиялық аурулардың дамуына кедергі жасайды, холестеринді ағзадан шығарады және денеге қуат береді. Бұл цитрус жемісін аллергияға бейім адамдарға, жүкті және емізетін әйелдерге, кішкентай балаларға және бүйрек ауруынан зардап шегетіндерге жеуге болмайды. Өте қышқыл болғандықтан асқазанды тітіркендіреді. Сол себептен ұйқы безі қызметінің бұзылуы және энтерит аурулары пайда болуы мүмкін.